құрметті жиналған қауым, рұқсат болса қазір бәріміз бірге, бір үйдің баласындай, бір қолдың сағасындай, осы залдың ішінде шамамыз келгенше бір орнымыздан тік тұрып, орта қарай жақындап, живой коридор жасасақ. Қазір біздің құдаларымыз келеді, сол кісілерді қарсы аламыз әнменен, бименен және театрменен. Ну что ж, уважаемые дамы, господа, с вашего позволения хотелось бы пригласить вас в центр зала, сделать живой коридор для встречи наших новых құдалар. Құрметті ағалар, апалар, келіңіздер. Шамамыз келгенше. Қуанбаймыз ба, қуанатының осы күн ғой, бәрекелді. Мыңда бір алғыс рахмет билеген ниеттеріңізге. Енді құрметті ағайындар, тамыры терең, өмірі өлең, киелі осы астанамыздың тойшыл халқысы. Енді мына қазақ айтпақшы, бүгін мінекей жақсы бір әдемі ресторанның ішінде жиналып, үлкен кіші ақбасымыз, тамаша бір керемет, тамырың тереңдеп жайған мінекей Қуат ағам мен Маржан тәтенің үйінде шаңырағында жақсы бір керемет той, Динара қыздарымыздың ұзату тойы. Сол кісілердің құрметтеріне бір шапалақ шаттығын сыйлап жіберейік, рұқсат болса. Енді мінекей барлықтарыңыздың бастарын біріктірген, жүректерін түйістірген, жақсы бір әдемі ақ дастархан жайған, осындай дүйім жұрттың алдында қызымыздың батасын алайық деген ниетпен мінекей Маржан тәтемізбен Қуат ағам жақсы бір әдемі кеш ұйымдастырған жағдайы бар. Енді мінекей осында үлкен кәрі ақбасымыз осындай әдемі ресторанның астында жиналып, жұмақтың кілтін тапқандай қуанып, тірліктің тұмарын тағып, бірліктің бұлағынан су ішкендей, иманын айтып иландырып, Алласын айтып асын ішкен, тойдан тыным таппаған, осындай ата салтын сақтаған, тепсе темір үзетін ұл тәрбиелеп, қыргүлдің қызғалдағында құлпырған қыздар беріп, құрметті қазақ елі бүгінгі тойға қош келдік, бір-бірінің құрметтеріне шапалақ шаттығын сыйлап жіберейік. Енді Қуат аға рұқсат болса, қазіргі заманның талабына сай, бүгінгі той жалпы 70% қазақ тілінде, 30% орыс тілінде өтеді, рұқсат болса, рұқсатыңыз берсеңіз ақы. Ну что ж, уважаемые друзья, дамы и господа, леди и джентльмены, все мы здесь с вами собрались в центре Великой Степи Сарыарка, в центре прекрасной столицы Астана, в центре этого яркого, уютного зала «Мы, вы и я», чтобы быть свидетелями замечательного события, благословения нашей прекрасной Динары во взрослую жизнь. Ну что ж, уважаемые гости, дорогие друзья, добро пожаловать, мы рады вас приветствовать, от всей души благодарим вас, что вы сегодня с нами, разделяете наш праздник, давайте поаплодируем друг другу. Рахмет большое. Жалко Қуат аға, как настрой? Вот мы всех гостей позвали на 5 часов, время 7:30, но ничего, все хорошо, все нормально. Самое главное, наши гости здесь. Құдалар здесь. Да, молодожены приехали. Вот теперь один вопрос. Как у вас настроение? Все хорошо? Настроение супер. Отлично, можно поаплодировать, господа. Маржан тәте, сіздің жалпы көңіл-күйіңіз қалай? Я смотрю, вы что-то немножечко переживаете. Вот прям не надо переживать, уже все хорошо, уже гости собрались, столы накрыты, құдалар здесь. Как вы внутренне думаете? Все хорошо? Керемет. Керемет, бәрекелді, қошеметтеп қойыңыздар. Енді жалпы өзінің аялап, мәпелеп өсірген қызын басқа әулетке тапсыру оңай емес, құрметті ағалар, негізінде. Жүрегінің жартысын жылып алып кеткендей тебіріз сезімдер пайда болады дейді. Бірақ сонда да бүгінгі күн негізі қуанатын күн. Қазір айтады, қызың жақсы жолға түсіп жетсе, қуаныңыздар, кетпесе, онда жылау керек дейді. Енді мінекей біздің қызымыздың кететін күні осы, ұзатылуы, бәріміз бірге қуанайық, соған бәріміз бірге себепкер болайық. Енді рұқсат болса, бүгінгі таңда бүгінгі әдемі кешімізді бастайтын құрметті ағайындар, құдаларымызды ортаға кіргізетін Астананың жарық жұлдыздарымыз, майталмандарымыз, алтын театр бар, сол кісілерді қошеметпен қарсы алайық, құрметті ағайындар. Алтын театр.
жамағат. Даласы кеңдікке, өлкесі ерлікке туған, баласы епті болса, бабасы текті болған, Азияны аузына қаратып, Еуропаны елеңдеткен, ағайын келсе аттан түсіп, тақтан тұрған, алаш жұртының жұмылған жұдырықтай болған жұрты, қадірлі қазақ елі, армысыздар! Үйіне қонақ келсе орнын көр дейтін, көңілі дария қазағым, аспан астын дүбірлеткен думанды тойларыңыз құтты болсын! Алаштан той жасап ат шаптырған, қариядан баталы ту көтерген халық елім, бүгінгі бұл тойда қуанышымызды бөлісуге қош келдіңіздер! Ай бәрекелді, тоғыз жол тұрып, тоғыстыра білген, ағайынды бауырды қауыштыра білген, екі жастың жүрегін тауыстыра білген, молшы доқталарыңыз келеді ағайын. Молшы доқталарыңызға қарсы салайық! Қауым құрметті ағайындарымыз, бауырларымыз, жаңа түскен құдаларымыз, құдай қосқан құдаларымыз, төрге шығып хан болғандарыңыз құтты болсын. Құрметті біздің жаңа құдаларымыз, алтын көпірдің іргетасын қалап, бәрімізді бақытқа қалап, мінекей тамаша бір керемет екі жастың тамаша бір керемет қосылуына себепкер болған жағдайымыз бар, құрметті ағайындар. Енді рұқсат болса, жақсы бір ақ дастарханнан алыңыздар, құрметті тойшы қауым апаларымыз, әжелеріміз. Жақсы бір ақ дастархан сіздердің құрметтеріңізге жайылған. Дорогие гости, уважаемые друзья, прошу отведать от нашего прекрасного, замечательного большого дастархана. Наш замечательный вечер, прекрасный той в честь нашей прекрасной Динары. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать, мы рады вас приветствовать. С вашего позволения, сразу бы хотелось перейти к тостам, к пожеланию. Құрметті ағайындар, рұқсат болса, осындағы жиналған әулеттің үлкен және сыйлы қонақтарымыз бар. Рұқсат болса, сол кісілердің есімдерін атап, ортаға шақырайық. Шамамыз келгенше ортаға шығып, би беріп, ән салып, тамаша бір керемет тойдың қуанышын шашпағын көтерейік. Енді құрметті осында отырған біздің үлкен аталарымыз бар, әжелеріміз бар. Ата сөзі қасиетті киелі, ата сөзі жанға жайлы тиеді, ата сөзі өміріме өнеге, ол тек шындықты біледі демекші. Енді мінекей сонау өмірдің шындығының мәні мен сәнін білген осында отырған біздің әулеттің үлкен және сыйлы қонақтарымыз. Соның ішіндегі бастап отырған бір қолымен бесік тербетсе, екі қолымен әлем тербеткен 89 жастағы біздің үлкен әжеміз бар. Рұқсат болса, соның бастамасыменен бәріміз бірге ортаға шығып, Ыбырай ағамыз қоштаған Құрманғазы құда, Сәулеш құдағи, Демесін, Талшын, Ғалымжан, Алтын, Әлімжан, Еркеш, Қанат, Айсұлу, Гүлсім, Айгүл, Гүлмира, Арина, Айжан атты қонақтарымызды ортаға шақырайық. Тамаша бір керемет кешіміздің бастамасын, батасын берсін. Келіңіздер, құрметті ағайындар, билет келейік. Баяғыда бір осы тойда жүргенде тойдың иесі тойдың басында былай айтыпты дейді. Кім дейді, менің тойымда ең ұзақ тілек айтады, сол Алла қаласа 80-ге дейін өмір сүреді екен дейді. Кім орташа тілек айтады, сол Алла қаласа 90-ға дейін өмір сүреді екен дейді. Кім аз айтады, сол 100-ге дейін өмір сүреді екен дейді. Кәте, кім айтпайды, вообще өлмейді екен, өлмейді. Енді қазір рұқсат болса, бәріміз бірге оң қолды өтерейікші, поднимите все правую ручку, пожалуйста. Я сейчас буду бросать мысли в воздух, вы их так ловите, хорошо, договорились? Ойларын тастайын, апалар ұстап алыңыздар, жұдырықпен кәдімгі. Кетті, бірінші ой мынандай болсын. Алла қаласа, осы екі отбасы әрқашанда тәтті өмір сүрсін, аспан ашық болсын. Екінші ой мынандай болсын, екінші ой. Мына тұрған екі папамыз кем дегенде осы жылы Қазақстанның бір миллионері болсын, осындай ой ұстап алыңыздар. Үшінші ой мынандай болсын, үшінші ой. Екі мама, что как минимум в Астане, в Алматы, Ақтау держали по 3 салона красоты, понимаете, в каждом городе. Теперь четвертая мысль.
Алла қаласа кем дегенде бір, енді Алланың беретіні бар, кем дегенде 3-5 немелер аз болмасын, одан аз болмасын, деп қойыңыздар. И пятая мысль пусть будет такая, чтобы вот наши молодожены, Адиль и Динара, дай Бог, жили, отдыхали в самых лучших городах и мира, понимаете, вот такие вот благую мысль. Енді қараңыздар, мен қазір бір-екі дейін жығысты деп айтайын, сіздер былай ұшақты жайып тұрыңыздар, төртеуміздерге, вот так руки раскройте, вот вы вчетвером, да, вот так руки раскройте, мен қазір бір-екі дейін жығысты деп айтайын, сіздер болсын деп айтайсыздар, мына ұсталған заттың мына кісілердің беттеріне лақтырасыздар, сонда бәріміздің бір общий пожеланиеміз болады. Жығысты, это означает, что у тебя это тоже было пожелание такое общее, кеттік, бәріміз бірге, бір-екі, жығысты, қаттырақ вместе сильнее, жығысты. Молодцы, теперь другую лицо вопросами, пусть себе меня енді мінекей, жалпы құда болып жатсыздар. Баяғыда Шәмші Қалдаяқов пен Нұрмұхамед Қонаев дастархандас болған кезде, сонда Қонаев Қалдаяқовтың былай сұраған екен. Әй Шәмші дейді, сенің қазақ алфавитінде ең сүйікті әрпің қандай дейді. Сонда Шәмші біраз ойланып, былай етіпті, қараңыз дейді. Менің ең сүйікті әрпім Қ дейді. Неге десең, бірінші, өйткені қазақта Қ-дан тұратын, Құдай тұрады дейді. Одан кейін қазақ тұрады, одан кейін Құдай тұрады, одан кейін Құдағи тұрады, одан кейін Қонаев тұрады, одан кейін Қалдаяқов тұрады дейді. Енді басымыз амалсыз болсын деп, осындай тамаша бір керемет кеште жұптарын жазылмай тек қана ойнап жүргізсеңіздер болады. Жалпы осы екі жас бақытты болса, одан артық әңгіме керек емес бізге. Динарa'nın командасы қайда? Көңіл қалай? Хорошо. Әділдің командасы қайда? Динара! Әділ! Молодцы. И все-таки победила любовь, дружба, жвачка. Победит тот, кто первый сядет за свои места. Какая команда быстрее сядет, тот и выиграл.